Ал қадірменді ағайын, сіздермен Кәусар сүресінің талдауына тоқталамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал кәусар. Мына жерде мінекей шаддамен оқимыз. Инна, одан кейін мәт әрпі келіп тұр, иә? Мәт әрпінен және созылу белгісі келіп тұр. Одан кейін созу себебінен болған хамза келіп тұр. Және екі бөлік сөздер келіп тұр. Демек бұл мәтті мұнфассыл болады. Мәтті мұнфассылды біз 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болатындығын айтқанбыз. Демек 2-ге созамыз бұл жерде, иә? Ыңғайлысы. Инна а'тайнака. Нака деген кезде міне мәт бар, иә? Мәт табиғи. А'тайнакал кәусар. Кәден ләмға түстіңіздер, демек әл-артиклінің ләмі оқылады, демек одан кейін қамари әрпі келіп тұр, иә? Сізге ләмі оқылатыны, яғни Құранда көрсетіліп қояды, иә? Уасыл хамзасы оқылмайды. Инна а'тайнакал кәусар. Одан кейін тоқтаған кезде, біз айтқанбыз, аяттың соңында тоқтаған кезде жаңағы әріптің харакаттары сукунға айналады деп. Тек қана тәнуинді фатха, ән болған ғана, тәнуин ғана сукунға айналмайды, боп, табиғи боп, мәт боп тоқталады ол. Оған алдағы уақыттарда практикалық тұрғыдан тоқталамыз. Ал қалғандарының бәрі фатха, касра, дамма, ин тәнуини болсын, бәрі егер тоқталған кезде сукун боп тоқталады. Және мына жерде ра әрпі тоқталып тұр. Біз ра әрпінің ережелерін өткенбіз. Ра әрпі жуан жіңішке оқылатын кездері болады. Біз айтқанбыз, ра әрпінің алдындағы фатхалы болып, ра әрпі сукунды болса, онда жуан оқылады деп. Енді тоқтаған кезде сукунға айналып тұр ғой ра әрпі. Сол себепті оның алдындағы және оның алдындағы әріп фатхалы болғандықтан ра әрпі бұл жерде жуан болады. Инна а'тайнакал кәусар деп жуан оқисыздар. Кәусар. Және тербетпейсіздер. Кәусар деп ұраны өзін оқисыздар. Фасалли ли раббика ванхар. Мына жерде де тура сондай ра әрпі жуан оқылады. Мына жерде уасыл хамзасы оқылмайды, мына белгісі тұр ғой. Демек оқылмайды. Ванхар. Нунға бірден сөз тұр. Ванхар. Инна шани'ака хуал абтар. Мына жерде де ра әрпін сукун қылып тоқтағаннан кейін жуан оқисыздар, өйткені алдындағы әріп фатхалы және ра сукунға айналып тұр. Мына жерде қалқала бар, иә? Бә әрпі қалқала әріптерінің 5 әріптің біріне жатады. Хуал әбі деп, хуал әбтар деп қалқала жасайсыздар. Мына жерлер енді түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде мәт бар, оның ортасында шани'ака, яғни сукунды нун болып кеп тұрған жоқ. Мына жерде кәсірамен кеп тұр. Сол себепті ешқандай да бұл жерде мәт ештеңе жоқ. Шани'ака хуал әбтар деп тоқтайсыздар. Мінекей, Кәусар сүресінің талдауы осындай. Қадірменді ағайын, видео жақсылап иншалла дайындалыңыздар. Алла тағала ілімдеріңізге жеңілдік берсін.